Өзіңіз тану пәніндегі бізге ой салатын сабақтағы 90 сөздің тобықта кейін білдіретін әдіс болып табылады. Сол дерек сөзді күнделікті өмірде басшылыққа алып, өз ұстанымымызға айналдырып келеміз. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе ол басқа адамдармен қарым-қатынас. Авраам Линкольн. Өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Рудаки. Мойындау адал кісінің кісі бауыржан Момышұлы. Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, қос қолыңмен істеген ісіңе сен. Алысыңда сыйлайды жақыныңда, өзіңді өзің төменге түсірмесің. Әбділда Тәжібаев. Адам рухани дүниесін, табиғат құбылыстарын тани отырып қалыптастырады да, өзін жалпы жаратылыстың бір пұшпағы ретінде сезіне біледі. Шыңғыс Айтматов. Ата-ана қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Бауыржан Момышұлы. Әрқашанда таза болсын аружанның жүрегі, өзгелерде саған адал, әділ болар білемін. Мұхамбет Бабыр. Қанағаты бар адамға бақыт берген Аристотель. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиын нәрсе өзіңді өзің тану. Әл-Фараби. Ұшақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, Абай Құнанбайұлы. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе ол басқа адамдармен қарым-қатынас. Авраам Линкольн. Адамдық борсын халқына еңбек қыл, ақ жолда айныма арсақтау білмін, шәкәрім Құдайбердіұлы. Рухани жағынан сұлу адамдар, олар ең алдымен бақытты адамдар. Василий Сухомлинский. Барлық істе сабырлы болып көшеді, сабырлы жан тілегіне жетеді. Жүсіп Баласағұн. Басқаларды бақытты етуге тырыса отырып, өз бақытымызды табамыз. Платон. Жақсы мінез бүкіл өмірімнің сарқылмас байлығы. Гезі.